Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 100% таза өрік шырынын дайындау жолымен бөлісетін боламын. Қазір жаз уақыты, барлық жеміс-жидектің піскен уақыты, өріктердің барлығы қазір бағасы да арзандап тұр. Осы шырынды жасап, қысқыға да дайындап, сақтап қойсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Балаларға да өздеріңізге де ұнайды. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ал кеттік. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап жуып аламыз. Мендегі өріктер осындай кішігірім өріктер, өте уже жұмсарып тұрған өріктер. Сонда қазір езгенде де блендермен өте оңай болады, әрі дәмді болып шығады. Жуылған өріктерімізді осылай арасындағы сүйектерін алып тастап тазартып аламыз. Бірінші барлығын жақсылап. Көрдіңіздер ғой, мен қолмен ақ бөлуге келіп жатыр, өйткені өте жұмсақ мендегі өріктер. Міне өріктерімізді сүйегінен тазартып алдық барлығын. Енді осы өріктерімізді блендермен жақсылап езетін боламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, ет тартқыш машинаның көмегімен де ессеңіздер болады. Менде жаңа өріктерім мына ыдыспен толар-толмас болды. Енді осы ыдыспен 2 есе өріктің үстіне су құятын боламын. Осындай жаңағында бір табақ сіздерде өрік болса, сол табақпен 2 табақ су құясыздар. Суды құйып, отқа қоямыз да, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Міне қайнағаннан кейін бетін ашып, мына бетіне шығып тұрған көпіріктердің барлығын алып тастайсыздар. Дәл видеодағындай етіп, аппақ болып шыққан көпіріктердің бәрін алып тастайсыздар. Келесі көпіріктерімізді алып болғаннан кейін қайнаған кезде шырынымыз үстіне қант қосамыз. Мен 450 грамм қант қостым. Мендегі өріктер себебі тәтті болды. Сіздерде қышқылғыларыңыз келетін болса, лимон қышқылын да қосуға болады. Тағы да 10-15 минут қайнатып, сосын жарты сағатқа астын сөндіріп, оттың кішкене бұқтыруға қойып қоясыздар. Сол кезде осылай жабатын банкаларымызды стерилизация жасап аламыз, және қақпақтарымызды да ыстық суда қайнатып аламыз. Міне біздің шырынымыз 30 минут тұрғаннан кейін кішкене қоюланып, өте күшті болып қалды. Келесі жаңағы бұқтырып алған банкілеріміздің барлығына осы шырынымызды құйып, осы кезде шырынды арасындағы кішкене тамырлар жүргенін қаламасаңыз, сүзіп алсаңыз болады, бірақ маған өзіме осылай мякотпен ұнайды. Қазір арнайы банка жабатын осындай құрылғының көмегімен банкілеріміздің бәрін жауып шығамыз. Банкілеріміздің бәрін жақсылап жауып шыққаннан кейін осылай қақпағын төмен қаратып төңкеріп, бетінен орамал жауып, жақсылап жылы жерге қойып қоямыз. Өзі осы бөлме температурасында суығанға дейін осылай қойып, суығаннан кейін қысқыға салқын жерде сақтау керек. Дайын болған шырынды міндетті түрде салқындатып ішіңіз, өзіңізге де балаларға да ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Ең бастысы 100% табиғи, құрамына қандай заттар қосқаныңызды өзіңіз білесіз. Сондықтан қорықпай балапандарыңызға бере берсеңіз де болады. Видео ұнап жатса, соңында лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және менің каналыма жазылуды да ұмытпаңыз. Сол кезде видеоларымды бірінші болып көресіз.